Биыл Қызылорда облысына 85 жыл толғалы отыр. Осы айтулы мереке барысында барлық өзіміздің жерлестерімізді құттықтағым келеді. Негізден қазіргі таңда Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы барлық аудандардың барлығы жақсы дамуда. Көптеген неке сарайын айтуға болады, анаға тағзым орталығын айтуға болады. Яғни бұл орталықтар көптеп ашылуда. Бұның барлығы бізді қатты қуантады. Жастарға да көптеген мүмкіндіктер қарастырылуда. Және біздің қатты қуанатынымыз аналарға арналған, жаңа айта кеткенде анаға тағзым орталығы ашылды. Алдағы уақытта аналар бойынша көптеген жұмыстар атқарылады деп естіп жатырмыз. Және де бұл жердегі ең басты айта кететін жағдай, үкіметтің емес, кәсіпкерлердің қолдауы бойынша ашылған орталықтар өте көп. Алдағы уақытта осындай жұмыстар тағы да атқарылады деген ойдамыз. Және қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, кәсіпкерлік және IT саласы қарқынды дамуда, және соның аясында Қызылорда облысына Қызылорда хаб бизнес инкубаторы жұмыс жасайды. Бұл да бір жастарға берілген өте күшті мүмкіндіктердің бірі деп санаймыз. Облысымыздың 85 жылдығы құтты болсын, қаламыз, облысымыз барлығы өркендей берсін және тыныштық болсын деймін.